Бүгінгі кереметтей кешімізді әзіл сахнасына шыққалтырған бөлтіріктер деп хабарларыңыз деді. Шымкент қаласының арландар мен бөлтіріктері және Ерболат миллион жайдарман тобы. Ассалаумағалейкум, мерекелеріңіз құтты болсын. Söz aldım neşevini, matematik jet almaz yesevini, jartandağın 21. Jaratadıp kıyaldı jaydak mını, men de geldim 20'ның 5'ini, taltandağın 21. Tüm uykusun çökmeledim, şanım kıyıp örteledim, oyun pelley. Sağım boğan 21. Mut bolatın, çok bolatın, var bolatın, жоқ bolatın, oy pelley. Sağındırgan 21. Assalamualaikum, mereke құтты болсын. Оразадан кейін тамаша ойын болып жатыр да, Аллаға шүкір. Жалпы негізі ораза ағаларымызға жаққаны бәрімізге кәдімгідей ысылып қалған, өткендегі ойында кішкене сәл толықтау еді. Менде наоборот болды ғой. Вообще салмақ тастаған жоқпын. Наоборот бәріміз тастадық, сен тастама. Иә? Мен 5 кило қосып жіберіппін. Ол неден болуы мүмкін? Или ұстамағаннан ба ол? Бәрін қойшы, азанда бір қызық болды ғой. Осы ойынға келе жатам. Алдымда бір қазақ қызбен орыс жігіт келіп жатыр. Жүреді екен екеуі ше. Қазақ қызбен орыс жігіт. Бір кезде екеуі ұрысып қалды. Ана қазақ қыз бірдеңе айтып жатыр, ана орысша бір нәрсе боқтап жатыр ана. Бір кезде орыс жігіт ашуланып кетеді қазақ қызды. Бір топ етіп құлатты. Ана орыс қарза болды, бірақ удармен құлатты. Не деген удар е? Жатқыз тастады, бірақ удармен жатқыз тастады. Не айтып тұрсың Мансар? Намыс жоқ екен ғой сенде. Бір құлатты да келесің. Сүйерде сен қарындасың болса не істейсің ал? Иә. Қарындасым емес қой, мен танимын өзім қарындастарымды. Қарлығаш, салтанаттар үйде олар. Өріп құлатты ма сонда? Иә? Молодец. Мынау молодец деген ес. Вообще намыссыз екенсің ғой? Жаңа топ етіп құлаған сен қарындасың ғой. Қымбат қазір қасымыз осы ойынға пойызбен келдік Маратаға. Пойыз десе? Құма машинамен келді ғой? Пойызбен келді. Қандай пойыз? Мен ойнап көрмеген болды. Ойын болып жатыр да. Түсініп тұрмын ойын болып. Пойыз дей салу керек болып тұр да. Қой, кімді ақылып тұрсың? Тұра берші. Бірінші орын алу үшін пойыз керек па не? Иә, мінсей пойызға. Паспортың бар ма? Бар. Болды, отыр қазір алып беремін саған бірінші орын. Пойызда ғой. Пойызда мінгенек. Былай қылайшы, нерде бүкіл арт жақта жүрген барша жігіттер қауымы бәріміз мамашкелерімізге билет алған кезде, апаларымызға, әжелерімізге билет алған кезде сразу астынан алайықшы. Камерадағы барлық жігіттерді келетті біз сияқты жайдарманшылар әреңдеген астанаға баратсаң, ойбай, астын беш деп шығады. Сендер астына жатып келдіңдер ма? Үстіне жатып келдіңдер ма? Төбесіне жатып келдіңдер ма? Мен астына жатып келдім ғой. Қалай? Жаңа неме көпеме бардым. Сөйтсем бір әже менің орныма жатып апты. Ойбай, әже, сіз жата беріңіз жоғарыға десем, шығып кетейін дедім. Сөйтсем, жоқ, балам, сиямыз деді. Сөйтті да, болыпты да, жатайын деп отырмын. Қасына жатайды. Иә? Дейін саумас па? Ұялсың? Дейін саума деген әс, сендер бірінші түсініп алсаңдаршы. Жанымда қызы бар екен, Салтанат деген. 96 жыл екен. Сөйтіп түн болды. Бір кезде әңгіме отырып, үшеуміз әжесі бар, Салтанаттар үшеуміз әңгіме отырып, бір кезде түн болғанды күттім ғой. Ұйықтағанды күтем ғой. Бір кезде қор етіп Салтанат ұйқыға кетеді ғой. Сөйтіп әжесі екеуміз. Мен әжесінің ұйықтаған күтім керек еді. Рахмет, миллион командасы жалғастырамыз. Сонымен тамашалаңыздар, алғашқы әзіл саябақта болған жағдай. Иә, мен кейінірек барам ғой, сол барғаннан кейін өзім не қыламын. Жоқ, ешқандай айтқан жоқ. Иә, мақұл. Мамасыз ба? Иә. Мамасы ғой. Бұл қыздың папасы қаяқта екен, папасы? Папасы бақтаға кеткен сол.
with the goods, I'm the one. They try to take what they can, but I run on them. Men trying to make moves, I'm a stun on them. Жалғастырамыз. Тарихтағы Шыңғыс хан моңғол емес өзбек болса қалай болады? Қаниямда отым бар. Nima dating var ayting? O'tirarda ololmayapmiz, 6 oy bo'ldi. Конечно, olamaysa paxandar soqqanda u. Сонымен көреміз достар, Көкпарда өте көп салым салып, журналистке сұхбат беріп тұрған Шабандоз. Қош келдіңіздер, міне біздің Шабандозымыз да ортаға келді. Мақсат мырза. Қалай болды? Микрофон өзіңізде бар емес пе? Ассалаумағалейкум көпшілік. Жігіт өлмесін, бәле көрмесін деген міне. Мына Шабандоз болғаннан кейін міне білекте күш болу керек. Мына мен сияқты бар ма? Атта тұрған ештеңе жоқ, жігіттер. Міне тақа мықты болу керек. Астындағы атың ишақ болса да саласын ол шам. Чотам. Ayuan ekенсің ғой сені. Біреудің тойын базар қылмаңдар жігіттер. Байлап не қылды ғой мына? Байладыңыз ба? Байлаған жоқ міне. Жігіттер ассалаумағалейкум. Әділет қайда? Жігіттер әділет қайда? Бәрің ешқандай палуан көріп тұрған жоқпын. Бәрің кім? Олжас не қарап отырсың? Ақылақсыңдар ғой. Не болып жатыр мына жерде конкретно? Тұрос қамшымен самсағы самағанда бәлесіңіз ғой. Самса. Тұрады жағаласпа. Сен бар ғой. Кезінде әкеңмен асыл тұқымды ақ қойған білесің ба? Орғымда. Әкем үшін кешірім сұраймын, кешірім сұраймын, бірден. Болды. Тұрос қажым, осы жүресіңдер. Еңбек мегі дейді ғой шы. Палуандар ғой енді, палуандар ғой енді. Қандай палуан? Шабандоз бұлар. Палуан деп кім? Жұма Назарды айтады. Просто кемеге ғана отырады, күшті мақтайтын деді. Соңғысы болсын бар ғой, соңғы рет кешірім. Болды. Отырыңыздар, болды. Телескоп қой басыла деді. Дау ренжіп баған көрдің ба сен? Сонымен жалғастырамыз. Өте қатты сумаңдап, жалмаңдап, сұқпайтын жерге басын сұғып ала бердің, жалмаңдап қалған Асаба. Мына жерге кім жазамыз? Асаба дегенсің? Сәлеметсіздер ме әпке? Тойларыңыз құтты болсын әпке. Мынау енді той несін айтып берсеңіз, той әулеттің атын айтып берсеңіз. Әулеттің аты Манапайыптар әулеті. Манапайыптар әулеті. Той иелерінің аты? Забира деп жаз, Забира. Забира. Забира мен ескаре дегенсің. Забира жаңа шығардым. Забира деп жаз болды. Забира. Одан кейін күйеуіңіздің аты? Көкемнің аты? Ай, Забира деп жаз, не қыласыз көкеңнің атын? Өзім Өзім кетілдім. Жоқ, бол керек қой енді, болмаса да әке орнына әке деген сияқты сонда жазып қойын керек та мен қазір. Жоқ, көкең. Жазып кеткенсіз ба? Тастап кетті ма? Мына не айттым? Былтыр карантинде кетіп қалды ма? Болды. Жағдай қиын болған екен. Басқа қатын алып кеттім әпше. Немене айтып жатсыз сіз? Көңіліне тиді тойдың шығын бұзыңызды қандай Асаба сөзі? Сіз кім? Үлкен қызым мен. Ұқсамайды, асырап ағастыр ма? Жоқ, мен айтып өтім. Сіз кім? Әпке жездемен шығасыз сіз да? Пасыңызды түсіндім. Не қыласыз? Атыңыз кім? Елмира. Елмира. Күйеуіңіздің аты? Жоқ. Не мелек? Үйлеріңізге еркек шақ келдірмейсіздер ме? Жазып қой керек та нерге? Сіздің есіміңіз? Әйгерім Құдияр деп жаз. Әйгерім Құдияр. Күйеуіңіз бар ғой да? Жоқ, сондай біреуге тиіп аламын. Жаңа енді бір байқап атымыз, арт жақта ары бері жүрміз, бәрі шығады да Марат ағамызға. Үйленбей ма, бірдеңе түп, материалдары жоқ басқа. Марат ағам жүргізбесе материалсыз қалайын деп тұр да. Өйтіп негізі айта бергенше, көмектес тұрсы ба? Әңгімемен әшейінше болмайды. Қалың малын тауып бер, беташарына палауын ап бер деген. Сондай бір материалдық тұрғыда. Мен жаңа ойладым да, ақыры халықтың көзіне түсіп жүрген жігіттеріміз тұрсы ба? Неше түрлі жақсы игі істер жасап жүрміз. Бір Марат ағамызға жақсылық жасап жүрмейсіз ба? Халық бізге қарап отыр ғой. Дұрыс. Болды. Кім түсірдіңіз телефонға алып берші кім? Біреу түсір жүрсеңіз телефонға. Инстаграмға салып жүреміз, бәріміз айтамыз. Нұрсұлтан Үсенов бар, Нұрсұлтан Жақсыген бар, бәріне салдырамыз. Жиналады ғой, көпшілік қой. Болды. Кеттік. Ассалаумағалейкум мұсылман бауырлар. Сіз егер 36 жасқа дейін келіп үйленбесеңіз, қайтер едіңіз? Ал біздің 36 жасқа дейін үйленбей жүрген Марат деген ағамыз бар. Қымбатты бауырлар, бармақ бірігіп, ине ілігіп, осы ағамызға үйленіп кетуіне жәрдем берсеңіздер дейміз. Құрметті бауырлар, көп түкірсе көл деген. Мейлі 100 теңгеден болсын, мейлі 50 мың теңгеден болсын. Марат ағамыздың қалың малына көмек қолын ұсынайық. Мамандардың, яғни жеңгелеріміздің айтуы бойынша бойдақты өте асқынып кеткенге ұқсайды.
Қазақстаннан ешқандай қыз табылмай жатыр екен. Сондықтан Турцияға барып қыз табу керек екен. Әр қызды көрген сайын 15 миллион кетеді деген. Бауырлар, қолымыздан келгенінше көмектесуге тырысайық. Егер де көмектесем десеңіздер, біздің Каспий Голд номеріміз 8775 085 36 36. Рахмет баршаңызға. Марат ағамыз алғысын білдіреді, біз де алғысымызды білдіреміз. Ынтымақ пен бірліктің арқасында Марат ағамыздың үйінен ыстық шай ішсек пе дейміз, қымбатты мұсылман бауырлар. Сіздердің алдарыңызда өскен миллион командасы келесі қайырымдылық Қуатжан ағамызға. Рахмет.